في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد. Qadırlı менің сүйікті бауырларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мен бауырларыңыз Фахд Аль-Кандари боламын. Өмірде әртүрлі кітаптар оқып, түрлі салаларда жарқын тұлғалармен кездесуінің нәтижесінде өте көп нәтижелі тәжірибелерге қол жеткіздім. Жастық шағымда әкеммен бірге отырып, өзімнің болашақтағы мақсатым жайында әңгімелесетінмін. Кейде спортқа қызығатынмын, ал кейде қай жерде оқитынымды ойлайтынмын. Қысқасы, қоғамдағы орнымның ерекше жоғары болуын қалайтынмын. Субханаллах, бірақ мені бүкіл өмірде бақытты еткен, өміріме нұр береке берген, мені жоғары көтеріп, ел ішінде құрмет пен қошеметке бөлеген жалғыз нәрсе ол менің Құранды жаттауым болды. Әкем маған: "Ей Фахд, сенің Құранды жаттауың жалғыз сенің ғана өміріңді өзгертіп қоймады. Сенің өмірің өзгерді. Сонымен қатар біздің де өміріміз, отбасымыз, айналамыз бүтіндей өзгерді. Бұның ең басты себебі өйткені Аллах Тағала саған Құранды түгелдей жаттауды нәсіп етті" дейтін. Аллах Тағалаға мақтаулар болсын. Сонымен қатар әлемдердің Раббысы Аллах Тағала маған 30 бөлімнен тұратын Құран бағдарламасын түсіруді нәсіп етті. Мен Құранмен бірге өте бақыттымын. Аллахқа қасам ішейін, мен сіздерді Аллах үшін жақсы көремін. Сондықтан толықтай осы 30 бөлім Аллахтың кітабын жаттау жайында болады деп ұйғардым. Қайтып біз Құранды жаттаймыз? Кел, біргелікте дәріс қылып үйренейік. Міне осы 30 көрсетілімнен әсерленіп, Құран кәрімді толық жаттап шыққаныңыздан кейін өміріңізде, отбасыңызда, үйіңізде, әр барлық істеріңізде береке табатындарыңызға, әрі жетістікке жететіндеріңізге нық сенімдімін. Бірақ бұл уәде менің уәдем емес, керісінше бұл Аллах Тағаланың берген уәдесі. Расында Құранның қадір қасиеттері өте көп. Бұл турасында міне осы бағдарламада әңгімелейміз. Құранды жаттау біздер үшін үлкен құт береке. Аллах Тағала айтады: "Мен амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون." Еркек немесе әйелден кімде-кім мүмін болған халінде ізгі амал істесе, әлбетте біз оған бақытты өмір кешкіземіз. Міне бұл Аллах Тағаланың уәдесі, ізгі садиқалы амал. Ал енді осы ізгі амал Құран жаттау болса ше, бұған не дейсіз? Аллахтың қалауымен сіздермен Құранмен бірге саяхат деген бағдарламамызда Құранды жаттауға көмек беретін әдістерді, Құран жаттауды жеңілдететін басты қағидаларды, елеулі құпияларды айтып өтеміз.
әуелі біз сіздермен бірге бірнеше мемлекеттерге сапар шегеміз. Ол жердегі Құран жаттау курстарымен танысып, олардың бұл жолда қолданатын керемет әдістерін үйреніп шығамыз. Аллахтың қалауымен Құран кәрімді жаттауымызға үлгі болар деген сеніммен. Бірақ бұдан алдын сізге қоятын өте маңызды бір сұрағым бар. Құран кәрімді жаттауды армандайсыз ба? Қай біріміз Құран жаттауды арман етпейді? Қайсымыз Құран дүниеде бізбен бірге жолдас, қабір ішінде нұр болуын қаламайды? Қай біріміз Құранмен бірге жәннаттың жоғары биік дәрежелеріне көтерілуді тілемейді? Көпшілік ей шейх Фахд, арман, үміттер көп, бірақ қиын. Құранды жаттауда міне сондай үлкенде қиын армандардың бірі ғой деулері мүмкін. Мен айтамын, ей бауырым, мұндай сөз мүлдем қате сөз, тіптен қате сөз. Құран жаттау оңай. Міне мен бауырларым Фахд, мен де Құран жаттағанмын және жаттаудың жеңіл екенін көрдім. Жаттау тәсілдері өте көп. Қайсы қарыдан сұрасаң да жаттау оңай деп жауап береді. Аллах тағаланың өзі ұлы кітабында расында Құранды үгіт үшін оңайластырдық, ал енді ғибрат алатын бар ма деген ғой. Әрі илахи ақиқат, әрі өмірлік тәжірибе Құран жаттаудың өте жеңіл екендігін баяндайды. Сізден өтінемін, қазірден бастап Құранды кәміл жаттап шығамын деп нық шешім қабылда. Және Құранды жаттау қиын дейтін теріс пиғылды кер тартушылардың сөзіне ілеспе. Бұл Құранмен бірге саяхат деген бағдарламамызда инша Аллах сіздермен бірге саяхаттаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім Аллахтың кітабынан бір әріп оқыса, оған бір әжір сауап беріледі деген. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Түркия студенттері араб тілін білмейді. Құран жаттау алдын араб әріптерін үйреніп алулары қажет. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Я шейх, Құран жаттау қашан басталады десеңіз, мен дәл қазірден ақ деймін. Я, Құран жаттауға қазірден ақ бел бу. Отбасым ислам жайында ештеңе білмейтін еді. Аллах тағаланың қалауымен Түркияға болған саяхатымыз аяқталды. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا. Құран кәрімді қалай жаттағансың? Қандай әдіспен жаттағансың? Мароккалық әдіспен? Тақтаға жазып па? Мәшаллах, ұстазыңның өзі тақтаға жазып беретін бе еді? Құранды жаттағаннан кейін семьяңызға және өміріңізге қандай әсері болды? Әлхамдулилля, үйімізге нұр кіріп келді. Бұл жерде Құран қатаң түрде рұқсат етілмейді. Егер қателессе, досынан сұрайды. Ал ол да білмесе, басқа досынан сұрайды. Мүлден басқа мүмкіндік табылмаса, сонда ғана Құранға қарайды.
والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب. Таханың Құранмен бірге өмірі қалай өтіп жатыр? Альхамдулилля, Аллахтың мейірімімен Құранды сүйетін жанұяда өстім. Ата-анам мен үшін үйді Құранға бейімдеп жағдай жасап берді. Үлкен сынақтар, қатты ауыртпашылықтар соңынан Таха келді. Осының барлығы Құранға деген шыншылдығымыздың себебінен болған еді. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Құранды жаттап Аллахқа жақын болуың, сені мен Аллахтың арасында келісім, уәде болуы қандай көркем, я? في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. Біз қазір Мавритания еліндеміз. Алдын бұл ел Шынқитилар өлкесі деп аталатын. أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Құранды жаттап жатқан бауырым, сен Аллахтың құзырындағы дәрежеңді сезінуің тиіс. Мысыр турасында Құран Мысырда оқылған дейді. Сол себепті Мысырдағы қарылардың әдіс үлгілерін үйрену үшін Мысырға келдік. Шейх Зия, Юсуф сүресінің 92-ші аятын оқып берсеңіз. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Мен түсімде дұшпанмен, яғни Израиль әскерлерімен соғысып, оларды өлтіріп жатқан екенімін де, ал қолымда қару жоқ екен. Аллах жанарыңды қайтаруын қаламайсың ба? Не үшін? فيخفف عني بعضا من العذاب وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن. Шейх Ахмад Муслим Құранды толығымен тамаша етіп жаттап алған. Туылғаннан бері мүгедек. Хаж сүресінің соңғы бетін оқып бер. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب. Шейх Мұхаммад екі түрлі ауруы себепті мүгедектер қатарында. Ойлау және есту қабілеті нашар. Бірақ ол Құранды қатты ұнатады. Солай ма? Құранды жақсы көресің бе? Не үшін Құранның бәрін жаттамақшысың? Құран жаттап жатқан уақытта жаман достардан алыс болуың, сондай-ақ теріс, кері әсер ететін достарға жуылмауың керек болады. Япа, бір күнде қанша аят жаттар едіңіз? Тек 3 аят па? Аз болса да ұласатын іс көп болып үзіліп қалғаннан абзал ма?
Мен қазір Құран жаттау орталығындамын. Шіркін, менімен бірге жүріп тамашалағандарыңызда қандай жақсы болар еді. نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوط. Мен Шешенстандағы Шейзид атындағы ғажайып Құран жаттау орталығын аралаудамын. Көркем үлгілерді көріп, әдемі дауыстарды естудемін. Олардың ішінде Ихван есімді 13 жасты бала бар. Айтуларынша, Ихван Құран кәрімді толық жаттаған екен. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ولحفظ آيات الكتاب ها قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوط. Я, сенің Құран жаттап жатқаның қандай керемет. Тіпті басында 1-2 пара болса да. Елестетіп қарашы, сен алдыңа қойған мақсатыңа қол жеткізіп, Құранды түгелдей жаттап алғаныңда қалай болар екен, а? Сен Құранды жаттамақпысың? Арманың Құран жаттау ма? Қайсы бір адамнан осы сұрақты сұрасаң, әрине, Құран жаттауды қалаймын, бұл менің арманым деп жауап береріне нық сенімдімін. Бірақ қайтып жаттаймын? Қиын, қандай жолы бар деп сұрайды. Мен саған айтамын, егер Құранды жаттау жолдарын үйренген келсе, осы бағдарламадағы 30 бөлімді жіберіп алмай тамашала. Иншаллах, мен саған Аллахтың жәрдемімен Құранды жаттауда көмекші боламын. Әлі алда түрлі үлгі әдістерді көріп, Құранды қалай жаттап алғаныңды сезбей де қаласың. Егер де бір бөлімін жіберіп алсаңыз, интернеттегі мына адресімізден көре аласыздар. Мен сізге уәде беремін, егер сіз Аллах үшін шын ықылас қойып, біздің көрсетілімнен көз үзбесеңіз, Құранды әлбетте жаттап шығасыз. بين المدائن والشعوب وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب قد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب